Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгін мен сіздерге шынайы оқиғалар желісімен түсірілген «Біз үшін тыныс ал» атты фильмнің қысқаша ғана сюжетін айтып беретін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. Кеттік ендеше. Робин атты жігітпен тағы басқалар крикет ойынына жиналып, барлығы сонда бас қосады. Сол жерде Робиннің көзіне сұлу болған Даяна түсіп, қандай әдемі деп тамсана қарайды. Содан жігіт онымен танысып, серуендеп, осылай олар жүре бастап бір-біріне ғашық болады. Екеуі шаңырақ көтеріп, шай брокері боп жұмыс істейтін Робин 58 жылы шай сорттарын таңдау үшін Кенияға келеді. Кейін Даяна аяғы ауыр екендігін айтып, қуанышты жаңалығымен бөліседі. Келесі жылы Даянаның ішінің шыққанын байқаймыз. Найроби елінде, Англия елшілігінде Робин мен Колин екеуі теннис ойнап, үнемі досын ұтатын Робин бұл жолы оған есе жіберіп, осы жерде өзін бір түрлі сезінгендей болады. Бірақ мән бермей ойынды аяқтайды. Қыздар шеңберді белдерімен айналдырып тұрғанда, жігіттерді қосылып бірге айналдырады. Робин тағы да өзін жайсыз сезініп құлап қалады. Теннисті көп ойнап қойғаннан деп ойлайды. Әйелі де жағдайын сұрап, үйге қайтатынын, Дон ішін көретінін жеткізіп, бірге қайтасың ба деп сұрайды. Менің ертең кездесуім бар, осында қала саламын дейді. Содан түнде Робиннің жағдайы барған сайын нашарлайды. Желдеткіштің алдында отырып, демалысы қиындап жатқандай боп, амал жоқ Колинді оятып, қолдарым сынып баратыр деп отырып қалады. Сонымен дәрігерлер қарап, Робин қол аяқтарын қимылдата алмайтын күйге түсіп, не боп жатыр деп уайымдайды. Үстіне мұз салып, ол демала алмай тынысы тарылады. Жедел қимылдап, аман алып қалу үшін тамағын тіліп, тыныс алу аппаратын қосады. Яғни аппарат Робин үшін дем алады. Жағдайды естіген Даяна ауруханаға жетіп, оны құрлығымен қимылсыз жатқанын көреді. Робин сөйлескісі келіп, еріндерін жыбырлатады. Бірақ ауа тамаққа жетпеген соң дауысы шықпайды. Полиомиелит вирусы ауа арқылы жұққанын, ол қанға өтіп, орталық нерв жүйесін зақымдап, мойнынан төмен денесін қимылсыз қылады. Сал болғанын, оның жазылмайтынын айтады. Өкпесін жақсы желдететін жүйе өмірін 2 айға ғана ұзартады деп жағымсыз жаңалықты жеткізеді. Даянаның көзінен іші өртеніп бара жатқанын байқаймыз. Сөйтіп ол босанып, ұлдарын Робинге көрсетіп, жігітті қуантады. 60-шы жылы Англияға ұшақпен әкетіп, ауруханаға жатқызады. Осылай жас әрі жетістікке талпынған жігіт әп-сәтте ауруға шалдығып сал боп қалды. Даянаға дәрігер ханы шығып, біз оған дәрі бердік. Ода қазір депрессия боп жатыр десе, әйелі оны көргісі келетінін айтады. Алайда Робин сізді көргісі келмей жатыр дейді Даянаға. Робин жағдайын естіп біліп, мұндай өмірді қаламай өлгісі келетінін қайнағаларына білдіріп, өз кезегінде олар қарындастарына айтады. Бірақ Даяна ондайға жол бермейміз деп қарсыласады. Ауруханада бас дәрігер науқастарды қарап жүріп, Робинге де жетеді. Қасында отқан Даянаға Робин жұтуды үйренді. Енді ауа тамаққа барып сөйлей алады. Алайда одан басқа жетістікке жете алмаймыз дейді. Ары қарай күрескісі жоқ Робиннің түрінен оның өлгісі келгенін түсінеміз. Оның ойы өзгеріп қалар деген ниетпен олар дін қызметкерін шақыртады. Бірақ жігіт уағыз айтқан поптың бетіне түкіріп қайтарады. Осы жерде оның дауысы ақырындап оралып жатқанын естиміз. Бірде Робин қолын қимылдата алатындай боп, мойындағы құрылғыны алып тастап, орнынан көтеріледі. Сөйтсе ол түсі екен. Оянса қасында әйелі бар. Неге келе бересің деген күйеуіне өзімде білмеймін дейді. Робин өзінің мұндай күйін қабылдай алмай өлгісі кеп, және әйелінің өз өмірін сүргенін, қайта келмегенін ашық айтады. Бірақ Даяна оны жақсы көргеннен қалдырмайтынын, балалары Джонатанның әкесінің білгенін қалайды. Робиннің өзегі өртеніп, шарасыз күйде екенін түрінен көреміз. Сен тірі қалдың, өлгім келеді деп айта берме, саған жақсы болатын нәрсе істей аламын дегенде, көзінен жас аққан жігіт, мені бұл жақтан алып кетші деп сұрайды.
Содан бас дәрігермен Робинді алып кету бойынша сөйлесіп, сіздің күйеуіңіз үшін аппарат демалып жатыр. Егер ол машина сынатын болса, 2 минутта өмір сүрмейді деп жіберу мүмкін еместігін түсіндіргендей болады. Даяна сатылғалы жатқан ескі үйдің иесімен кездесіп, 12.000 фунт ақша шықпайды, 7.000 таба аламын деп екеуі келісіп үйді сатып алады. Робинге келсе, медбике өкпедегі шлангыны тазалау шарасын жасап жатыр екен. Даяна мен жасап көрсем болама деп сәл істеп көреді. Сосын Ханнан демалдыру аппараты тек ауруханада ғана емес, тоққа тықса болды істей беретінін біліп алып, Робиннің ауруханадан кететінін айтып таңғалдырады. Себебі Робин секілді науқастар тек ауруханада жатып ем қабылдап, өмірінің соңына дейін сонда қалады. Яғни жігітте екі таңдау бар: ауруханада осылай өмір сүру, екіншісі бұл жақтан үйге шығу, бірақ өліп кету қаупі бар. Жігіт екіншісін таңдайды. Даянаның егіз ағалары кереуеттерді көтеріп үйді дайындайды. Оның қасында күтуші емес Даяна болатынын естиміз. Қалай деп таңданып тұрғанда, Даяналарды туысындай көрген көмекші әйел Тит балаға қарау жағынан жәрдемдесетінін айтады. Содан ауруханада ешкім көрмей жатқанда Робинді сүйреп әкете бастайды. Қасында бірге жатқандармен қоштасады. Сыртқа шығарғанда бас дәрігер байқап қалып, не істеп жатсыңдар деп ашуланып, қайта кіргізуін талап етеді. Сонда Робин, олар мені ұстап отыр деп полицияға хабарла, сіздің құқығыңыз жоқ дейді. Дәрігер ақыры көніп, 2 апта ғана өмірің қалды деп жібереді. Үйге келгенде аппаратты босатып, қолмен істейтін шлангыны қосып, оны қысып, демін сақтап тұрып, ішке кіргізеді. Кереуетке жатқызып, тоққа машинаны жалғап, тамағындағы түтікті ауыстырады. Дорогой, ты в порядке? Да, кажется, да. Кейін баласы Джонатанды көрсетеді. Оның өсіп қалғанын көрген Робиннің көздері жасаурап амандасады. Жігіттің дауысы естілетін қалыпқа түсіпті. Осылай Даяна өлгісі келген күйеуін амалдап жүріп, депрессиядан қайтарып, дәрігерлердің ескертуіне қарамай Робиннің айтқанын орындап үйге әкеледі. Үйде түнеп, ертесіне баласымен иті ойнап жүгіріп жүріп, құрылғының сымын тоқтан шығарып жібереді. Робиннің дауысы шығар-шықпас Даянаны шақыруға тырысады. Баласын көріп, әкең қайда деп жүріп, Робинге бірдеңе болғанын түсінген ол тез жүгіріп кеп тоққа аппаратты қосады. Көздері жұмылып үлгерген жігіт сәлден кейін өзіне келеді. Содан балалары Джонатанның туған күніне туыстары мен достары жиналып атап жатады. Сөз арасында электр қуаты өшіп қалса не істейсің деген секілді сұрақтар қойып, Даяна қолмен желдететін құрылғы бар және үнемі қасында болатынын айтады. Керек кезде оятатын, белгі беретін нәрсені ойлайды. Сәл басын қимылдататын көрген механик Тедди Робин қалағандай қоңыраушаны жасап береді. Сонымен ол басын қимылдатып, қоңыраушаны ұрып, әйеліне белгі береді. Даяна оған қарап жүріп, оқу үшін алдына газетті іліп қойыпты. Осы кезде Робин алдын сатып алған акцияларын айтып, сол акцияның құны 2 есеге өсті деп табыс әкелгенін естіртеді. Баласымен Титке қарап жатып, бір ой келіп, Теддиге сол ойын жеткізеді. Ол темірлерді шұқылап жүріп, Робинге орындық жасап шығарады. Яғни сол арқылы ол сыртқа шығатындай жағдайға жетеді. Ал демалдыратын аппаратты батареяға жалғап 3 сағаттай уақытқа жететіндей қылады. Сөйтіп ауруханаға барып, өзіне қараған дәрігері мен бірге жатқан достарын көреді. Барлығы қалайша дегендей таңданады. Яғни Робинге дейін ешкім ешқашан бұлай шықпаған және жүріп көрмеген. Осылай Робиндер бір жағынан орындықтарын сынақтан өткізіп жүр. Оларды көрген бас дәрігер Ханға кеп, бұл құрылғымен кіруіне кім рұқсат берді деп наразыланып, риза еместігін байқаймыз. Ғұмыры көпке бармайды деп жүргенде 65-ші жылда келеді. Даяна Робинді тастап кетеді деп ойлаған екен достары, бірақ ол тастамай, оның қасынан әрдайым табылып, өзі түтіктерді тазалап, оған қамқор боп қарайлап жүреді. Робинге тағы бір ой кеп, көлікке көтеріп кіргізетін құрылғы ойлап тауып, көлік ішіне кіргізгенде жігіт өзін бір жүк секілді сезінеді.
сезінеді. Солай олар алдыңғы орындықты алып тастап, сол жерге Робинді отырғызып, көліктерін айдап көреді. 70-ші жылы барлығы жиналып, түрлі киімдерді кию арқылы үйлерінде кеш өткізіп, Джонатан крикет ойнап, барлығы көңілді шаттықта өткізеді. Сөйтіп Робин Испанияға қыдыруды ойлап, көліктерімен ұшаққа кіріп, солай олар Испания еліне саяхаттайды. Жолда келе жатып, батареяны зарядтау үшін тоққа тығатын кезде пақылдап күйіп түтіндеп кетеді. Бір шетке тоқтап, қолмен дем беретінді қосып, аппаратты ашса, сымдарының бәрі қарайып кетіпті. Қалай жөндейтіндерін білмей отқанда, өтіп бара жатқан бір кісі тоқтап, аз ғана ағылшынша білетін оған Даяна телефон деп түсіндіріп, ол қалаға телефонға апарып тастаймын деп айтады. Даяна ағасына Теддидің нөмірін беріп, онымен хабарласып, осында күтіп жатқандығын жеткіз деп жібереді. Қалаға барып келген ағасы жейтін нәрселер әкеліп, дем беретінді кезек-кезек қолдарымен басып, Робиннің демін сақтап, ішіп жеп отырып, Теддидің келгенін күтеді. Сосын сол жерге естіген испандық поп пен адамдар кеп, Робинді мысалға алып, өзінің уағыздарын айтады. Робиндер жайлы білген бір топ адамдар шамдарын жағып, гитараларын тартып, билеп мейрам ұйымдастырады. Кейіннен Тедди де жетіп, ол аппаратты шұқылап, оны жөндеп береді. Мүгедектік мәселелерді зерттеу орталығының директоры дәрігер Эткин орындықты көріп таңданысын жасырмайды. Тедди өз шеберханасын көрсетіп, сол жерде орындықтың екінші түрін тексеріп жатқандығын айтады. Оған отырып батарея 6 сағатқа дейін жететінін естіп, маған 100 шақтысы керек дейді. Тедди онда қаржыландыру қажеттігін жеткізеді. Робиндер компания жағалап, орындықтың жобасын ұсынып қаржыландыруды сұрайды. Бірақ компания сенбей бас тартады. Бір бай әйелге кеп өздерінің ұсыныстарын айтып, пайдалы екендігіне көз жеткіздіріп, қаржыландыруды сұрап, ақыры ақша бөлуге көндіреді. Осылай орындықтар өндіріліп, бірге емделген достары жамбастарын көтеріп, аурухана қабырғасынан шығып, журналистер алдына жиналады. Эткин тілшілер алдында орындықтарды таныстырып, бәрі білсін деген ниетпен жақсы жаңалықпен бөліскісі келді. Науқастар өмір бойы кереуетте жатып өтпей, енді сыртқа да шығу мүмкіндіктері барын түсінеді. 73-ші жылы Германияға конференцияға аттанады. Кейін олар сол елдің ең мықты саналатын Робин секілді жарым жандарға қарайтын ауруханаға келеді. Бас дәрігер Эткинді күтіп алып, оған аурухананы көрсетіп, таныстырады. Іші таптаза заманауи техникамен жабдықталып, науқастар арнайы капсула тәрізді орындарда жатады. Төбелеріне бір-бір айнадан қойып, дәрігерлер мұқият оларға қарайлайды екен. Бәрі жақсы деп тұрғанда Робиндер кіріп келеді. Оның отырғанын көрген бас дәрігердің түрі өзгеріп, қалайша дегендей таңғалғанын, науқастарды айнадан бақылап, таңырқағандарын байқаймыз. Бұндайды көрмеген олар біздің ауруханада өліп қалмасын деп қорқып кеткендерін қалайды. Бірақ бас дәрігердің ойланып қалғанын көреміз. Содан Эткин мықты дәрігерлер жиналған конференцияда біз аурулардың жағдайлары туралы сөз қозғап жатырмыз. Бірақ бұл жерде бірде-бір мүгедек жоқ дегенде, мұнда қалай болсын, олар аппаратқа қосылып төсекке таңылған ғой дейді. Сонда Эткин Робинді шақырады. Оны көргендер түсінбегендей таңғалады. Менде аппарат бар, мен үшін демалатын. Ол орындық астында. Мен өздігімнен өмір сүре алмаймын. Менің керемет достарым мен ең бастысы әйелім бар. Сал боп қалғанда өмір сүргісі келмеген, бірақ әйелі оған өмір сүруін керексің, баламыздың өскенін көруін керексің деп өлуге жол бермеді. Содан бері өмір сүріп келе жатқанын, өлімнен қорқпайтынын айтып, мен жай аман қалғым келмейді, мен толыққанды өмір сүргім келеді дейді. Осылай ол өзін мысалға келтіріп, мүгедектер аурухана тұтқынынан шығуға болатынын білдіріп, дәрігерлерге ауруханадағы қамалып жатқан науқастарды босатып, шынайы өмір сүрулеріне болатынын айтыңыздар дегенде, көздері жеткен дәрігерлер орындарынан тұрып шапалақтап қошеметтейді. 81-ші жылы қартая бастаған Робиннің тамағындағы түтікшеден қан аға бастайды. Амалдап жүріп, оған құрылғыны қосып, Эткинді шақыртады. Респираторды көп жылдар бойы пайдаланғаннан өкпе қабырғалары тітіркеніп, қанталап жатыр. Яғни өкпедегі түтік ескіріп жатқанын, өз қанына тұншығу қаупі барын айтады. Джонатан да ер жетіп, әкесін сүйреп табиғат аясына шығады.
Осы жерде Робин Эткиннің сөзінен кейін жағдайдың барған сайын нашарлайтынын түсінген ол уақыты келгендігін жеткізеді, яғни өлуді қалайтынын айтады. Алайда Даяна ашуланып, сенің өмірің ол менің өмірім деп бой бермей, бір шетке барып айқайлап кеп, ішін босатып, амал жоқ күйеуінің айтқанымен келіседі. Сосын Эткинге өмірмен қош айтқысы келетінін білдіріп, Эткин бұл заңсыз екендігін есіне салып, бұған Джонатан мен Даяна қатысса түрмеге отыратынын алға тартады. Олардың қатыспайтынын айтып, Эткиннен соңғы өтінішін орындағанын сұрайды. Сөйтіп барлық достары онымен қоштасу үшін соңғы кештерінде бас қосып, онымен сөйлесіп, қимастықпен бақұлдасады. Робиннің тамағынан жиі қан ағатын боп, қасынан әркез табылған Даяна қанды сүртіп, құрлығына қосады. Әйеліне болды доғар деп, өзінің де әйелінің де қиналғанын көргісі келмегенін түсінеміз. Екеуі бір-біріне сезімдерін білдіреді. Сонымен өлгісі келетін күні ол Эткинге хабарласып, уақыт болғанын жеткізеді. Баласы мен келіншегіне 11:30 болмай жатып, үйден кетіңдер, сағат 12-де оралыңдар деп, олар жақын маңдағы кафеде күтеді. Екеуінің де уайымдап отқандарын байқаймыз. Робинге келген Эткин 11:50-де үйден қайтып жатқанын көріп, тез үйлеріне қарай бет алады. Келсе Робиннің көздері жұмулы екен. Ол көзін ашып, мен әлі осындамын дейді. Джонатан бірінші болып онымен қоштасады. Кейін Даяна отырып, қоштасу сөзін дайындамадым деп Робинді сүйіп, көзінен жас тамшылайды. Танысқан кезінен бастап бәрі көзіне көрініп, Робин ақыры жан тапсырады. Фильмде Эткиннің Робинге не істегені көрсетілмеген. Бұл кинода қандай жағдай болмасын берілмеуді, қолдан келгенше күресу керектігін көрдік. Әсіресе Даянаның күш-жігерін, өз жеке өмірін ойламай, Робинді тастап кетпей, әрқашан жанынан табылып, бір рет болсын оның қасында түрін өзгертпей, барынша қолдау көрсетіп, нағыз махаббаттың құдіретін тамашаладық. Фильм соңында Робин мен Даянаның үйленгендері, Робиннің ауырып төсекке таңылып орындықта отқаны, серуендеген шынайы видеолары көрсетіледі. Робин мен Теддидің ойлап тапқан құрылғысы мыңдаған ауыр науқастардың өмірін өзгертті. Даяна одан кейін қайта тұрмысқа шықпады. Қазір ол әже. Джонатан кинопродюсер болды деген ақпараттар келтіріліп, фильм аяқталады. Егер кино ұнаған болса, лайк басып, арнама тіркеле кетіңіз. Келесі кездескенше.